1,5 миллион теңгені қалай алуға болатынын айтатын боламын. Дәл қазір көп адамдар бұны курс қылып сатады, немесе ақшаға істеп береді. Қараңыздар, бірінші 4 баладан асқан немесе ерекше баласы бар адамдар алады бұны. Онымен қоса бірінші достар ипотекаға одобрение алу керек. Наурыз, бақыт отбасы, шаңырақ, концепция деген сияқты сондай программалар бар ғой, отбасы банкке байланысты әсіресе. Одобрение алғаннан кейін ғана осыны заявка бересіздер. Одобрение бар адамдар, енді болашақта аласыздар ғой сіздер. Алғаннан кейін алғашқы жарна ретінде 1,5 миллион теңге беретін болады. Ол үшін бүйтесіздер достар. Міне мына жаққа Google-ға жазамыз біз кезекті.kz. Міне таптық, кірдік. Міне физическое лицо деген басамыз. Міне ЭЦП-мен кіреміз. Міне далее. Қараңыздар, міне егов приложение бар. Соның егов приложениесінде QR бар. QR-ды бүйтіп тақаймын да кіріп кететін боламын. Қазір. Так, достар, міне кірдім кезекті.kz сайтына. Енді мен міне Ердәулет атым шығып тұр. Қараңыздар, аманат деген нәрсені басамыз. Аманат. Тауып аламыз аманат дегенді. Так, қараңыз, солға шығам. Аманат информационный сервис получения граждан жилищный сертификат деп тұр ғой. Қазір біз жилищный сертификатты алуды үйренеміз достар. Енді кірдік, осылай шығып тұр. Енді достар, қысқа нұсқа кіргеннен кейін видео инструкция деп тұр, осыны басамыз. Міне ананы ашамыз. Қараңыздан қосамыз. Болды достар. Ешкімге ақша бермейсіздер артық. Услуга төлемейсіздер. Осыны көресіздер, бірге-бір жасайсыздар. Бол, сіз жилищный сертификатқа заявка жасайсыздар, мемлекет сізге ақша береді. Кімге пайдалы болды, төменгі комментарийға жазыңыздар. Үлес қалдырыңыздар, лайк басып, досыңыз жақындарыңызға таратып қойыңыздар. Жақсы тілек сіздерді күтеміз.